новый тренд қазір болып жатыр. Күшті папалар, күшті күйеулер бәрін бірігіп жасайды. Келінсіз ба, ата немен тұрасыз ба деймін. Иә дейді. Балаға ешкім заниматься етпей ма? Жоқ, мен енді кухнядан шықпаймын ғой. Ер адамға манипуляция жаса. Сен оған күнім деп айт. Сен оны ыдысын. Қазіргі курстар деш. Курстар. Инстаграмдағы 1999 теңгеден. Егер де шетелдік азаматқа күйеуге шыққан қыздарға салық салу керек болса, онда қазақ азаматтарын күтіп жалғыз қалған қазақ қыздарына жәрдемақы төлесін деді. Оның түп тамыры негізі тәрбиеде жатыр ғой. Сәлем достар, Бірдеміз подкастына қош келдіңіздер. Бүгін бізде қызық тақырып. Негізі бір емес, бірнеше тақырыпты да талқылаймыз. Мұның ішінде әйел денесі кімге тиесілі, әлсіз бол, манипуляция жаса, бұл қаншалықты дұрыс. Сонымен бірге еркектің, ер адамның көз жасы, яғни жылауға ер адамға бола ма, жоқ па деген сияқты әңгіме. Осы тақырыптар барысында әңгімелесеміз. Әдеттегідей Мөлдір, Мадина және бүгін бізде қонақта Гүлфия ханым. Бұл кісі психолог. Қош келдіңіз. Рахмет. Ең алдымен біздің подкастқа жазылыңыздар, комментарий, пікір білдіріңіздер, лүпіл басыңыздар деп айтқымыз келеді. Және әйел денесі кімге тиесілі деген кезде қыздардан сұрағым келеді. Өздеріңізге қатысты, өздеріңіздің киім киістеріңізге, жүріс-тұрыстарыңызға қатысты қандай да бір сыни пікір естіген кездеріңіз болды ма? Болып тұрады ондай, бірақ барлық адамдардың тарапынан емес, адамдар неше халық бар, сонша пікір болады ғой енді. Сонша көзқарас болады. Солай. Кішкентай кезімізден бастап естідік десем қателеспейтін шығарым. Яғни қыздар білмеймін, тілі шығып, я болмаса бір енді тай басып келіп жүре бастағанынан бастап, яғни кішкентай тіпті бейсаналы түрде өзінің әлі ақыл-есі дұрыс қалыптаспаған кішкентай қыздардың өзіне бірден ұзын кигізу деген сияқты нәрседен басталатын. Жарайды, оның жаман жағы жоқ. Бірақ сол кезден бастап естілген нәрсе содан бір кемпір болғанға дейін жүретін сияқты. Өйткені қысқа юбка болсын, ол шалбар болсын, шалбар кисең манағы не үшін ер адамдардың киімін киесің деп айтатын адамдар табылады. Енді қысқа кисең екі бастан сөйлеуі мүмкін. Ұзын кисең де сөйлейтін қазір қоғамда бізде ондай адамдар да бар. Жамылып кетсе де сөйлейді, бәрібір қысқа кисе де, ашық кисе де, немесе біреулердің ұғымынша еркекше киінсең де сен манағы өзіңе бір негативті комментарий алуың мүмкін. Бірақ та ол нәрсе ер адамдарға қатысты көп жұмыс жасамайтын сияқты болып көрінеді. Өйткені ол кісілер қысқа шорты да киіп жатады, немесе әйел адамдар басты назарда дейсіз ғой, не кисе де, не қойса да. Иә, торстарын ашып жүрсе де ешкім ештеңе демейді. Манағы әртүрлі қылықтар дәл қыздарға негативті пікір айтылатындай дәл сондай киім немесе жүріс-тұрыста ұстанатын жігіттерге ондай хейт жоқ. Олардың комментарийнасында да ешкім ештеңе жазбайды, олардың ешкім ағасын, апасын қорғаңдар, мынау сенің намысың деп айтпайды, бірақ қыздарға қатысты айтылады. Және оған қоса ер адамдарға бір ақыл айтып отырғанын көрмейсің. Бір діни, бір имамдардың болмаса, жалпы бір отырып, сен осылай киінсең, осылай жүрсең дұрыс болады деген секілді ер адамдарға қатысты мен өзім байқамаппын. Мысалы, ол кісілер енді ренжімесін, бірақ жазғы уақытта жалаңаш жүреді да. Мысалы, шорты киеді, жалаңаш жүреді. Майка кимейді. Сол кезде маған қатты ерсі көрінеді да, мысалы, солай жүрген ер адамдардың. Бірақ бір енді бөтен адамға сен бір айта алмайсың ғой, дегенмен этиканы ұстанбағанда, мысалы, дәл солай әйел адам жүрсінші, мысалы. Бүкіл медиа солай айтты да, мысалы. Әйел адамға болмайды. Бірақ ер адамға ол болады. Мен сон бөлейін деп едім, жаңағы
киімге қарсы немесе жаңа өзінің денемен бірдеме жасауға, потому что киімге келетін болсақ, киімді адамдар бөлетін. Бұл киімдер ер адамдарға арналған, бұл киімдер әйел адамға арналған. То есть уже киімнің уже гендері бар деп есептейді мысалы. То есть даже мысалы жақында бір жаңалық болды. Назарбаев университетінде бала юбка киген, бір шотландский мероприятие ма? Мен білмеймін, сондай бір шара болған, юбка киіп келген, онымен әңгіме жүргізген, жаңағы болмайды еркекке ол дейтін қыздың киімі деп, содан андай давление жаман болған, жаңағы мектеп психологымен сөйлескен деп, бірақ ол жаман шығып, ол өз-өзіне қол жұмсап, сондай болған оқиға. То есть сол кезде жаңағы мектеп оқушылар бәрі шыққан, жаңағы митинге шықты ғой. Митинге шықты, киімде гендері жоқ деп. Мен мысалы өзім соған сол дұрыс деп есептеймін. Кейін негізі андай магазинге кіргенде мұн жақта балдарға киім, ұлдарға киім, мынау қыздарға деп бөлгім келмейді мысалы. Сол жаңағы дұрыс деп санаймын, что киімде, немесе түстерде, тамақта, кинода ол бөлінбейді жаңағы. Бұл тек қана еркектерге арналған, бұл қыздардікі деген сияқты. Еш нәрсенің олардың гендері жоқ деп ойлаймын мысалы. Ол басына солай болғанда, сондай понятие бөлгенде, содан уже келеді. Бұларға мынау болмайды деп. Енді ары қарай уже әйелдің киіміне ол отдельно бөлінеді. Бұлай болмайды, жаңа айтып кеткендей. Оның нәтижесі, последствиясы бар ғой. Киімнен бастап бөлетін болсақ, үйдегі жұмысқа да сөйтіп бөлініп бастайды. Мысалға, мынау еркектің тек жұмысы, еркек тамақ пісірмеуге, еркек үй тазалауға болмайды, еркекке қоқыс шығаруға болмайды, ал әйелдер тек қана ас үйде ғана болу керек деген сияқты нәрсеге әкеп соғуы мүмкін. Сондай бір жағынан қарап ойланып көру. Бірақ ересек адамдарға жалпы өзіне таңдау еркіндігі берілген ғой. Енді ол сыртқы әңгімеге назар аудара ма, аудармай ма, ол енді тоже адамның өзінің тұрғысынан реакциясы ғой. Бірақ неге әйел адамға юбка кию керек деп айтады, көйлек, юбка деп, ол бір шарт емес шығар, денсаулық тұрғысынан да шығар деп ойлаймын. Әйел адамның осы жақында ғана мен тоже сондай подкастты тыңдаған едім. Қыз балаға жаңа қалыптасып келе жатқан денсаулық организмі, жаңағы бой жеткен қыз балаға қысып тұратын шалбар кигендігі ол денсаулығына зиян деп естідім. Өйткені сүйектері, бөксе сүйегі өседі, қалыптасады, болашақта ол бала дүниеге әкеледі. Сондықтан әйел тұрғысы және жаңағы әртүрлі чакраны, энергияны зерттейтінде мамандар айтып жатады. Мысалға, энергетика, әйел адам жерден энергия алады деген сияқты. Сондықтан юбка кию керек, шалбар кигеннен гөрі деп айтып жатады. Денсаулық тұрғысынан да бәрінен де бар шығар. Енді бір жерде қатты жазылып қойған ондай заң ештеңе жоқ сияқты. Әйел адам тек мұндай киіну керек, мұндай киіну керек. Сондықтан өмірінің салтына қарай өзі мысалға тауға бірдеңеге шығатын болса, юбкамен шықпайтыны анық. Сондықтан енді сондай қатты мен киімге тірелетіндей ештеңе көріп тұрған жоқ. Өйтіп денсаулық жағынан келсек, тар киімді ер балаларға да киюге болмайды. Мысалға, олардың да ағзасына зиян да, мысалға, қалай айтсам, жоғарғы температураны да ұстауға болмайды. Ауа айналымы болу керек деп, ол қай-қайсымызға да керек нәрсе. Сондықтан, бірақ именно шалбар тұрғысында, бірақ әйел адамдарға көбірек мысалға назар аудартып жүреді. Былай қарасақ, кең киімді жалпы адам кең киім кию керек деп айту керек шығармыз да, сонда бір реакция болмас үшін мүмкін. Әсіресе тыйымға қатысты, тек қана қыз балаға ғана тыйым айтады. Бірақ енді мысалға мен өзім ана болғалы бері бұрын жас күнімде киімге особо қатты мән бермейтінім, өзіме ұнаған киімді киіп алып жүре беретінмін. Қысқа юбканы, қысқа дегенде сол тізеге дейінгі юбканы кие алатын едім. Ал қазір тізеден төмен кигім келеді. Тізеден жоғары мен кигім келмейді. Ол өзіңіздің қалауыңыз. Ол менің қалауым. Сондықтан енді мен өзім біреу сын айтып тиісетіндей киінбеймін. Өйткені мен жаңағы рамкадан шықпаймын да киінген кезде. Өзім нені соблюдать етемін. Жаңағыдай офистағы дресс-кодты,
Жаңағы тағы да басқа жерде дресс-код болады ғой, арнайы, соны ұстанып жүрген мен үшін комфортный сол. Бұл біреуден сын айтады ау, біреу қорқады, біреуден жаңағы қорыққан сөз естеймін деген емес, мен үшін комфортный. Комфортно дегенде оған шорты киген, қысқа шорты, мысалы қысқа юбка киген, белдемше киген, көйлек киген қыздарды, оларды мысалы қандай да бір былайша айтқанда қоғам заңын бұзып жүр, бір өзінің қысқа киіп жүрсе ма, совсем қысқа, ол бір нашар адам, нашар қыз, бүлінген қыз деп біз айта алмаймыз ғой. Оның қалауы, мысалы біреу ұзын кигенді жақсы көрсе, оған қысқа киген комфортно, ол солай өзіне ұнайды мысалы. Ол кезде енді мына религия деп жатамыз ғой, әркімнің әртүрлі религиясы бар. Бізде қазақтарда иманға бет бұрған адамдарда ондайды рұқсат етпейді, сондықтан да айтатын шығар басқа қыздарға сондай сабақ өнеге көрсетпесін деген мақсатта. Оның түп тамыры негізі тәрбиеде жатыр ғой. Сондықтан именно киімге келгенде мен бұл жерде ештеңе айта алмаймын бұл туралы. Жаңа киім деп неге мен ойлаймын да, неге тыйым салады, қысқа ашық-шашық сондай киюге болмайды деп неге тыйым салады? Себебі ең бастыңғы жаңағы мақсаты өйстіп киінсең, сен жаңағы ер адамдарды провоцировать етесің. Нәпсіні оятасың. Нәпсіні. Соны жасамайын келсе, сені зорламасын деп ойласан, онда дұрыстап киін. Дұрыстап киінсең, сенен дым болмайды деген бір ой, бір пікір бар қоғамда. Бірақ статистикаға жаңа зорлық туралы жаңа нелердің мәліметтерін ашып қарағанда, киімдерін қарасақ, ол мысалы құттай балдардан бастаймыз да, мысалы құттай ер балдар, әйел, жаңа қыз балдар да, содан үлкен жаңа есеп келген қыздар бәрін киімдері в принципе да ұзыны да бар, жабық та бар, ешқандай не обтягивающий да, мысалы в обычный күнделікті киетін киімдері бар, офисный киім, жаңағы үлкен даже әжелер, сондайлар бар, мысалы андай нелер көрсетеді ғой қазір, көрмелер болды, көрмелер болады, сол киімдер жаңағы ол киімге қатысты ма, әйелде немесе жаңағы зорлықты жасайтын адамның басының ішіндегі проблема ма. Сол себебі мен ойлаймын солай, что неге тыйым салады сондай киімге қысқа болмайды деп. Себебі сен зорланасың, ал сен зорлансаң, ал енді, конечно, осындай киім киіп келсең, кім сені зорламайды, сен өзің жаңа шақырып тұрсың дейді да, сон осылай киінсең, сен мүмкін соны қалайсың деп, ол уже victim buildingке айналып кетеді да. Мен ойлаймын, что проблема содан басталады деп ойлаймын. Бірақ енді осы жерде ер адам дегеніміз ол ит емес, ол саналы әйелмен бірдей ой өрісі дамыған адам да. Сондықтан ол бір малғын жануар емес қой, көрінген нәрсеге жабыса кететін. Дәл солай ол өзінің түсінігін, қалауын, нәпсісін деп айтайық жақсы басқара алады ғой. Иә, конечно. Басқара алады. Иә, бір показательный случай болдым, Мадинаның ойын жалғастыра кететін болсам, иә. Жақында ғана сондай болды. Алматы облысында, точнее соттың шешімі шықты, осы бір 3-4 айдың көлемінде болған шығар. Шынымен де манағы ұзын, ислам дінінің өкілі деп айтайыншы, қыз ашық киінбеген, манағы барлық атрибутикасын сақтаған қызды полиция қызметкерлері зорламақшы болды. Ол қыз соттан ұтып шықты, яғни ол манағы подполковник па немесе бір шені бар полиция қызметкерлері, яғни зорламақ болған, бірақ ол істерін соңына дейін жеткізбеген, бірақ та ол қыз үндемей қалмай, өзінің құқығын қорғап сотқа береді, жеңіп шықты. Қоғамнан қорықпайды. Иә, енді жаңағы жақтастар айтатын болса, тек ашық-шашық киінгендігі үшін ғана сен зорланасың деген нәрселерге мінеки қарсы аргумент, шынымен де сондай нәрсе шықты да. Ол қыз қылмыс жасауға сенің сырт киімің, келбетің, дінің, жасың
мына сіз айтқандай әжелер де бар оның жертвалардың ішінде, жасыңыз да маңызды емес. Бірақ қоғам манаға қылмыскерді ақтау жолында сондай бір нәрселерді алға тартады. Иә, сіздер бұл жерде нені айтқыңыз келіп тұр ғой. Қыз баланы жаңа зорлау туралы жаман ойын, жаман жаңа осы қылықтағы жауапкершілікті еркектің мойнына ілмей қыз балаға жауап тастап тұр. Сен өзің провоцировать. Зорлықшы еркек те болуы мүмкін, әйел адам болуы мүмкін. Бірақ жалпы қылмыскердің кінәсін жапа шеккен адамға бізде іліп тастайды. Әсіресе әйелге киімін сылтау ету. Ал ондай жағдайда педофилдерге мысалға кішкентай бала оларға ол не киюі мүмкін, ол қандай бұқаға көрсеткен қызыл орамал сияқты реакция болмау керек қой ол кісілерде. Осыған қатысты тағы бір не болып еді ғой, инстаграмда мен кім екенін ұмытып қалдым, Алия ма, Аида ма, қыз балалар өздері еркектерді зорлауға не істейді, ықпал етін өздерінің сондай бір женский энергиясы болады деп бір туғаннан сондай энергиясы болады деп бір коуч па бір сондай айтқан есімде менің. Бұл жерде сол банағы әйел энергетикасы дегенді де алға тартып, қазіргі қоғамда бір бәрін әйелге келіп тірейді да. Енді бұл нәрседен бөлек қоғамда екінші нәрсе бар, ол әйел үнемі әлсіз болу керек дейтін. Жалпы енді біздің ер адамнан біз физикалық тұрғыдан әлсізбіз, жасыратыны жоқ. Жалпы психологиялық тұрғыдан, тағы да басқа әртүрлі тұрғыдан біз еркектен әлсізбіз бе? Әлсіз болуы керек пе әйел? Әлде қалай деп ойлайсыздар? Осы сөзді осы жақында бір тренингке барғанда жақсы бір Алексей Бабаянс деген тренер жақсы айтып берді. Әйел адамның әлсіздігінің жаңағы пайдасы, неге әлсіз, ол мысалға ер адамдар қатал, жүректерде қатты да кішкене қатты айтуы да мүмкін, қатты нәрсе мысалға таныту мүмкін қаталдық. Бірақ әйел адам әлсіз болып, соны смягчать ету, жұмсарту дейді. Мысалы даже ашулы жағдайда әйел адамның жылы сөзі, қатты сөйлесең жаңағы жылы сөйлесең жылан іннен шығады деймін, сол сияқты әйел адам негізі әлсіздікті, жұмсақтықты, соны насихат негізі жаратушының заңдылығы сондай дейді. Әйел адам көбінесе біздер шатыстырып атамыз. Кейде әйел мінезді еркектерде болып қалып жатады, сөз таластырып кетіп жататында ер емес езі еркектерде болып қалып жатады. Иерархия орындар ауысып кетіп, ал керісінше боевой сондай әйелдер болып жатады, еркегінің үстінен үстемдік өткізіп жататын. Сондай да тұстар болып қалады. Сол кезде негізі жаратылыс бойынша ер адам мықты да, әйел адам әлсіз. Бірақ әлсіздік дегенде ол именно жұмыс бабында бірдеңені жасай алады, жасай алмайды дегенде емес, оны біз шатыстырмау керек. Біз жаңағыдай ер адамның қатты ашулы күйінде біз мысалы оған тыныштық табуға көмектесеміз. Ер адам тек қана ер адам емес, үйдегі бала шағасына да бәріне де. Әйел адам үйіндегі отбасындағы атмосфераның және отбасы мүшелерінің заказчигі деп айтады. Алланың тікелей жаратылысы заказчик деп айтады. Сондықтан жаңағыдай смягчающий атмосфераны сондай жағынан бір әлсіздікті айтып тұрған шығар деп ойлаймын. Осы отбасылық жағдайда манағы бушующий ер адамды айттыңыз ғой да, соны смягчать ететін әйел деп. Смягчать етпесе ол әйел, манағы бушующий ер адам өзінің күшін көрсетіп, сол жынданған күйі немесе қол көтеріп қалса, немесе дауыс көтеріп қалса, қазіргі қоғамның пікірі бойынша смягчать ете алмаған әйел кінәлі де, сен демек әйелдігіңді жоғалтқан әйелсің, ал ер адам еркектігін ол сақтап қалды, ең соңындағы результаты мінекей осындай бір шапалаққа келіп соқты дейді. Сол жағдайда қалай? Мысалы, осыған дейін сіз айтқан нәрсеңіз біздің тыңдармандарға ұнап отыруы мүмкін бастап, бірақ та подмена понятий сол жерде келіп қалады кішкене. Жоқ, бұл жерде енді смягчающий, бұл нәрсе мен бүкіл ашулы болып келгенде жаңағыдай ситуацияда сіз айтып тұрғандай бушующий моментте әйелді мені жұбату керек деген ол жаңағы өзінің эмоционалды тұрақсыздығына әйел адамға жауапкершілікті арттырып тастау емес. Соны ашып айтыңызшы, өйткені қазір солай түсіну мүмкін да, Гүлфия ханым айтты ғой, сен деген әйелсің, бүгін мен ашулымын, сен менің энергиямды көтере алмадың, сондықтан сен таяқ жейсің десе ше.
осы жерде қалай екінші нәрсе түсіндіргеніміз кетеді. дұрыс болады. Манипуляция. жоқ, ол енді жауапкершілік әр адам өзі үшін жаңа эмоционалды тұрақты эмоциональный интеллекті дамыған сондай адам болу керек та. Әркім өзінің эмоциясына, өзінің не айтып отырғанына бәріне жауапты болу керек қой. Енді тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы айтатын болсақ, бұл жерде ондайға жол жоқ әрине. Оны тұрмыстық зорлық-зомбылыққа келетін адамның психологиялық тұрғыда әлсіздігі және сауатсыздығы деп ойлаймын мен. Ол бір аурудың түрі. Ол есі дұрыс, есі сау адам ешқашан отбасында тұрмыстық зорлық-зомбылықты жасамайды. Оның да түрі бар. Ұрып соғу емес, кекету, мұқату, психологиялық қысым көрсету бар, оскорбление, унижение, жаңа обесценивание деп айтып жатамыз. Ол уже нездоровые отношения. Бұл жерде ешқандай, даже әйеліңіз нәзік болам, жұмсартам, ананы басам деп, мына жерде айналып неше түрін істеп жатса да, ол оны елемейді, оны қаламайды. Мадина, сен қалай ойлайсың? Әйел міндетті ме ерін жұмсартуға, немесе жалпы әлсіз болуға? Сенің ойың? Бірінші міндетті емес, жаңа жауапкершілігі әркімнің өзіне болады, өзінің істеріне өзі жауап береді әр адам. Бірақ жаңа айтып кеткім келген, адам жаңа әйел адам өзі жаралысы жаңа более жаңа эмоциональный болса деп сөйтіп айтады да қоғамда. И ол мысалы көп бас рөлдерде отыра алмайды, жаңа президент немесе компанияны басқара алмайды, ол андай өте маңызды шешімдерді қабылдамайды, ол эмоционалдық болады, білмей қалады, анау-мынау деп айтады да мысалы. Бірақ солмен бірге екінші пікір келе тұрғаны, что еркек адам өзінің эмоциямен иногда ұстай алмай қалады, иногда қатты ашылып кетеді, иногда бір әйел адам әдемі киінген, ашық болса тоже өз-өзін ұстай алмай қалады эмоциямен деп. То есть екі пікір бір келеді. Сонда ол жаңағы кім мысалы более эмоциональный, жаңа әйел адам немесе өзін ұстай алмайтын еркек па да мысалы. Вообще мен ойлайтын еркекте де әйелде де өзінің эмоциональдық жаңағы несі әртүрлі болады. Ең басынан менің пікірім өзімнің жартысы әр адам феминдік нелері қасиеттері болады, сосын маскулиндік қасиеттері болады. Кейбір адамдарда маскулиндік көбірек болады, біреулі феминдік көбірек болады. Ол жаңа болмысына байланысты. Жынысына байланысты емес болып туылынады. То есть, мысалы, өте сондай момын, еркектерде нәзік еркектері бар. То есть, ол жаман, жақсы деп тоже бөлінбейді. Ол сондай болып жаратылысы, сондай болып туылған. И оған солай болуға мүмкіншілік беру керек. То есть, оған ешқандай давление болмау керек деп ойлаймын. Мысалы, сен жыласаң, жаңа нәзік болсаң, көтергін келмесе, мысалы, еркектерде бар, бәрі күшті болып туылмаған да. Әйелдерде бар, күштері бар, жаңағы более қатал мінезді, сондай бар. То есть, әрбір адамның өзі өмір бойы жаңағы феминдік қасиеттер немесе маскулиндік қасиеттер өзгереді, иногда өзгермейді. Бәрі әртүрлі болады, и бәріне де әртүрлі болуға мүмкін. Гүлфия ханым айтқан ғой, бала тәрбиеге байланысты дегенде. Негізі бала туылған кезде ұл болсын, қыз болсын, ол қандай да бір психологиямен туылмайды ғой. Оған берілген тәрбие, туылған кезде ұлдың да қыздың да психологиясы бірдей болады да. Негізінен берілетін тәрбие өзгерістер арқылы өзгереді. Болмысына байланысты адамның біреу болмысынан қатты болуы мүмкін, біреу жұмсақ болуы мүмкін да. Бәрі қоғамға, сен қандай қоғамда өстің, соған байланысты. Мысалы, тілде де солай ғой. Сенің өзің туып қалған балаң, мысалы, басқа қалада қазір туылса, ол сол қаланың дінмен, сол тілмен, бәрімен, мысалы,
біздер мында қазір отырмыз, біз осылай ойлаймыз, бірақ біздер қазір Африкада тұрсақ, біздер дейтін сол обрядтарын, сол діндерін жасайтын боламыз, и бізге сол уақытта ол норма болады, мысалы, норма болып есептеледі. Ну, то есть ер адамның дүниеге келгендегі миссиясы бар, әйел адамның дүниеге келгенде миссиясы бар да. Ер адам әйел адамды әлсіз емес, нәзіктік деп айтар едім. Әлсіз деген кезде бұл жерде как будто біз жаңа салыстырмалы бірдеңе сияқты ойлап кетеді. Жаңадан бері біз әлсіз деген сөзді қолданып отырмыз. Әлсіз емес, нәзіктік. Ер адам мықтылықты, қайраттылықты, сондайды жаңағы сипаттайды. Әйел адам нәзіктікті. Енді ер адам дүниеге келген кездегі Алланың жаратқандағысы ол отбасына қорған болсын, отбасынан кейін қоғамға қорған болсын деген сияқты оның сондай ана жақтан артып келген жауапкершілігі бар. Көп жағдайда жауапкершілікті ер адамдар алмай әйел адамға артып кетіп жатады. Осы жерде кішкене бұзылыстар, дисбаланс пайда болып, жаңа тұрмыста да осы саладан, осы мәселенің тұсында, аясында проблемалар туындап жатады. Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың да түбі сол шығар деп ойлаймын. Негізі ата-ананың басты мақсаты ер азамат дүниеге келгенде, ұл бала дүниеге келген кезде оған миссиясын түсіндіру, ер азаматтың қандай болу керек екенін түсіндіру, әйел адамның қандай болу керек екенін түсіндіру, қыз бала тәрбиесінде. Әйел адам нәзіктікті, жұмсақтықты, ол деген сөз емес, барып неше түрлі тирандардың алдына барып соны жұмсарту сенің басты мақсатың жоқ. Егер еркекті біз ата-ана ретінде ұл баланы миссиясын түсіндіріп, осы сен әйел адамның қорғанысың, сен оның жаңағы қалай айтатын еді, ол сенің затың, сен соны иемденіп қаласында управлять етесің, оңға солға отыр тұр деген үстемдік жүргізу емес, оны қорған болу, оның да жеке тұлға екеніне жаңағыдай бағыт бағдар беру, эмоционалды тұрақсыздау келген кезде оған тұрақтылықтың жаңағы бір панасын көрсетіп, тұрақтылықты көрсетіп, бір бағыт бағдар. Енді әйел адамға да ер адамның өзінің беретіні бар да, әйел адам мысалға еркектерде де нәзіктікті қалайды ғой, енді сол кезде нәзіктігі арқылы оның да жүрегін жібітіп отыру деп ойлаймын. Мысалы, осы жерде де ер адамда да тұрақсыз кездер болады, ер адамда да шуланады. Мысалы айтамын, әйел сияқты оның да бір өмірде сәтсіздікке ұшырайтын кездері болады. Сол кезде ер мен әйел бір-біріне олар қорған болады ғой. Міндетті түрде ер адам емес, әйел де оған қорған болады. Екеуі бір-біріне жұп болып қосылған кезде олар бір бағытта жұмыс жасайды, мысалы. Солай ғой мөлдір. Енді мен мына нәрсені сұрағым келеді. Әлеуметтік интернетті ашып қалсаң, ютубты ашып қалсаң, бір іздеп қалсаң, үнемі ер адамға манипуляция жаса. Еркектің алдында сен оған күнім деп айт, ол саған сыйлық алып беру үшін сен оны былай айналдырып алып кел, сен оны ыдысын... Қазіргі курстар деш, Инстаграмдағы 1999 теңгеден сататын. Әйел құпиясы дейтсе, сол банағы барлығына келіп әйелге тірейді. Осы манипуляцияға қатысты не ойлайсыз? Енді үлкен адам, жасанды түрде жасап, жасанды түрде сол бір мақсатты көздеп істесең, ол көрініп тұрады да. Еркек оны қандай жерден не істеп жатсаңыз да қабылдамайды. Жаңағы подсознанияны, жаратылысты, табиғатты алдай алмайсың да қайткен кезде де. Негізі сондай жаратылып, нәзіктігіңді сақтап қалған жақсы. Сосын дұрыс сөйлей білген дұрыс. Сөйлесуден де тайып кетіп жатады ер азаматта, әйел азаматта да кішкене шағымына тиіп жатады, границасын шектен шығып кетіп жатады, сақтамайды. Еркектердің де көп байқаймын, әйел қылып алып алдым ба, болды, үстемдік жүргізіп жатады, или әйел адам жаңағыдай кейде билеп төстеп кетіп жатады, бірақ сөйлесудің де орны бар. Нәзіктікті үлгі ретінде мысалға бір нәрсені жасамай жатса, жасап беруді өтінгенде де, сөйлегенде жақсы сөйлеп, бір өзіңнің легкость, сондай бір әйел адам бір арманшыл, қиялшыл, сондай бір нәзіктік болады, бір сондай бірдеңеге сенгіш, сол нәзіктігін жоғалтпаса, ер адам бәрін де жасайды деп ойлаймын. Оны арнайы соған бір манипуляция жасап, бір соған қарай еліктеудің қажеті жоқ. Мысалы, болмысынан нәзік болмаса әйел адам, жақсы айтайықшы, нәзік емес болмысынан, сол кезде ол мысалы өзінің жұбы деп алайық, жақсы әріптесі деп алайық, ол да адам, екеуі бірдей оқыған, ол адамнан жай ғана өтінсе болмай ма?
бір нәзік болмай ақ осылай мана сен айтып айтқан сөйлеп білсе. қазіргі курстар осы феминизмге алып келген нәрсенің последствиялары да, жаңағы 5000 теңгені сататын курстарда айтады, әйелдік энергия туралы біз қазір не білеміз? Біздер бәріміз в потокеміз, біздің барлығымыз в ресурсе болғымыз келеді, біздің бәріміз бала кезгі травмаларымыз шығарғымыз келеді. И соның ішінде әйел энергиясы и как дышать маткой да, ішінде бәрі айтатын нәрсе. Мана бүткіл техника, барлығы манағы. Енді ол жағы жарайды, қарсы шықпайсың, иә? Мана чакра болсын, адам эмоциясы болсын, шынымен де сен өзіңді медитация жасау арқылы сен сабырға келе аласың. Бірақ ондай нәрсе бізде ер адамдарға айтылмайтын да. Біздер әйел ретінде, мана Гүлфия ханым айтып жатқан біздің өзіміздің, яғни табиғаттан ұрпақты тек ер адам өзі жалғастыра алмайды, ұрпақты тек әйел адам өзі жалғастыра алмайды. Табиғатпен солай нәрсе құрылған, ер мен әйел қосылған кезде ғана біреу көтеріп 19 өмірге келгеннен кейін ғана жалғасатын нәрсе бар. Ал бірақ та қазіргі әйел адамдардың біздер образын жақсы біліп алғанбыз. Яғни ол сабырлы болу керек, өзінің айтқан дұрыс жеткізе алу керек, манағы бүткіл энергия, чакра, 7 чакрасын бәрін ашып, мен әйелмін, мен өмірге, манағы ұрпақ жалғастырғым келеді дейміз де, бірақ ер адамның жауапкершілігі туралы айтпай қаламыз. Манағы сіз айтып отқан тәрбие, әкелерге жиналыс деген нәрсе енді басталып жатыр ғой. Ер адам қандай болу керек? Ер адамда қандай әйел адам жасаған медитация, ол ашқан чакра ер адамдарда да бар. Сөзіңіз жандар, қазір қоғамда кез келген курстардың бәрі әйел адамдарға арналған. Бала тәрбиесі, басқасы, отбасындағы тыныштық, отбасының өрге жүзуіне, бәріне әйел адам жауапты қылып қойған ұғым бар. Ер азаматтар, мен ақша тауып жатырмын, соның көлеңкесінде қалып қояды. Басқа нәрсенің бәрін... Және сөзіңіз аузыңызда және айтады, соғыс болғанда мен соғысқа барамын. Сосын теледидар қарап жата береді. Енді ол біздің әу бастан қалыптасып қалған дүние. Еркек адам ошақ басына жақындамайды, неге араласпайды. Енді ошақ басына жақындасын демеймін, бірақ та бала тәрбиесіне. Енді қазіргі таңда современный квартиралар тұрады, отбасы бірге, күйеу әйелі, бала шағасы өздері тұрады. Сол кезде қарасатын балаға адам болмайды. Сондықтан олар үй шаруасында бәрін. Қазіргі таңда ол кездерде салыстыратын болсақ, әйел адам тек үйде бала шаруасымен ғана отырды ғой. Ал қазіргі таңда әйелге жұмыс жасау, ақша табу, оған стройный болу керек, әдем болу керек, ресурсы болу керек, шаршамау керек, кешке күйеуін күштетіп, көңілді күймен қарсы алу керек, тамағын дайындап беру керек. Сонымен қоса баласын қарау керек, жондыру керек, сабағын оқыту керек, ауырып қалса түнімен оны бағу керек деген сияқты нәрсенің бәрі тұрған кезде әйел адам шаршап, тозып, ұрыс керістінде шығатыны уже қайдағы нәзіктік ол кезде. Эмоциональный выгорание қай жерде ол кезде нәзіктік. Ал бірақ мен өзім шетелде оқыдым. Қытайда білім алдым. Қытайда тек қана қытайлар емес, жан-жақтан бүкіл күллі республикалардан, елден, мемлекеттен келген оқушылар болды, студенттер. Сол кезде сөйлесеміз, тұрмыс тіршілігімен не қыламыз. Қытайлардың өздерде кешке келгенде жаңағы күйеуі баласын реттеп жатса, әйел кухняға кіріп кетіп жатады. Немесе бөліп алады сол тірлікті. Кухняда болса, бәрі бірге кухняда жасайды, балалары посудаларын қойып жатады, күйеуі нанын турап жатса, әйел тамағын жылтып жатады деген сияқты нәрселер бар. Анаяқта жатып, давай шай қой, қайда әлі жүрсің ба, неге піспеген, неге жылмаған, не істеп жүрсің, сүйретіліп деген сияқты нәрсе жоқ. Ол біздің менталитетке сіңіп қалған нәрсе ма деп ойлаймын. Әйел адам жауапты. Сен әйелсің, сен қатынсың ғой, сен әйелсің ғой деген нәрсе бар. Олда да мен оны құп көрмеймін. Енді егер әйел адам үйінде отырса, демалып, үйде демала ма әйел адам? Жоқ, енді бала шаға садикте, сабақта әйел адамға бос қойып қойған адам болса, жұмысы жоқ. Ол күндіз демалып келсін, сауна спасына барып келсін, салонына барып келсін, кешкісін тамағын дайындап күйеуін күтіп отырса, онда бұл басқа жағдай деп ойлаймын. Дәл сөзді айтқандай болса, мен де келісер едім. Ал бірақ өкінішке орай әйел адам бізде тамақты да табу керек, ақшаны да табу керек, жұмыста өсу керек, әдемі болу үшін, денсаулығын, фигурасын күту үшін спорт залға да барып үлгеру керек деген сияқты өте көп жауапкершілік артып қойған нәрсе. Ол жерге мен де келіспеймін. Қыз байқайсыздар ма? Қалада Toyota Ipsum дейтін машина қойып кетті. Мына үлкен микроавтобус сияқты. Бәрін қарасам, көбісінің жүргізушілері әйел адамдар екен да. Мана бір
біразымен сөйлесуге мүмкіндік болды. Сол қазіргі отбасыларда банағы әйелдің өзінің көлігі бар деп айтады да. Сөйтсем көбісінің жолдасында яғни манағы жеңіл машиналар болады екен, мана Toyota Camry немесе өздерінің манағы мықты үлкен машиналары, ал әйелдеріне мана Ipsum сияқты машинаны алып береді екен да. Яғни көбісі енді жұмыссыз әйел адамдар болуы мүмкін. Таңертең сабаққа апару, алып келу, оның ішінде машина үлкен ғой, үйдегі продуктының барлығын алу, стройматериалдарды алу, барлығынан ыңғайлы машина екен да. И сол заттың бәріне әйелдер жүреді екен. Ал күйеулеріне қараса мүлдем ондай емес та, яғни жұмысына барады, келеді, әдемі күшті манағы комфортный машина деп айтайыншы. Ал егер сырт көзге қарасаңыз, сен көлігің бар ма десең, мен көлік айдаймын. Яғни тең құқылы, кәдімгі правасы бар, көлік айдап жүрген адам ретінде көресің. Бірақ та, опять же, ішіне қарасаңыз, баланың тәрбиесі, оның тамағы, киімі, күнделік бүткіл үйдің мейнтенанс дейміз ғой, мана ұстап отырудың барлығы тағы да әйелдің мойнында екенді, сондай бір қазір Ipsum көрсеңіз. Тағы бір келіспейтін нәрсем, әйел адамды бізде болашақ бесплатный домработница көреді. Енелер тарапынан, ата ене тарапынан. Сол мәселеде ұнамайды маған. Енді қазір күшті комментарийлер кететін шығар астында сол кісілердің тарапынан, бірақ тағы да айтып тұрғандай, қазіргі заман талабына сай оған да көзқарас өзгеру керек деп ойлаймын. Әйел адам ол біреудің қызы, сіздің де қызыңыз болуы мүмкін, біреуге үйіне ертең болашақта келін болады. Ол физикалық тұрғыда, эмоционалды тұрғыда ол слабый адам ғой, жаңа өзіміз айтқандай, әлсіз, нәзік адам. Ол бір күні жарылуы мүмкін да. Ол жарылмай-ақ қойсын, ол шыдап жүре берсін, бірақ ол психосоматика бір ішкі ауру болып шығады бір күні. Сондықтан еркектер тарапынан ақшаны дәл сондай әйел де тауып жатыр ғой. Сондықтан көмектесу керек, үй тірлігін бөлісу керек деп ойлаймын. Болмаса, жасағысы келмесе, жағдайын жасап берсін, домработница алып берсін. Онда пожалуйста. Онда жұмыстан келгеннен кейін әйел де демалсын, бала шағасына уақыт бөлсін. Қазір көптеген балалардың тілі шықпай жатыр. Тілі шықпайды. Мен өзім балалар орталығы бар ғой. Ойлау қабілеті төмен, тілі шықпай жатыр, 4-5 жаста әлі дұрыс сөйлей алмайды. Осы проблема цифрлық аутизм деген эфир жасадық өткенде, гаджетқа үңіліп кіріп кеткен, сол әлемде өмір сүреді, вообще даже атына не откликается, цифрлық аутизм, қолдан жасалған жүре бара пайда болатын аутизм. Сондай нәрсемен өте көп балалар ауырып жатыр қазір. Неге деп сұраймын, сосын мен уже мамалар келген кезде уже сіз келінсіз ба, ата-енемен тұрасыз ба деймін. Иә дейді. Балаға ешкім заниматься етпей ма? Жоқ, мен енді кухнядан шықпаймын ғой, таңертең кешке абыс жаңа қалай бауырлары бар, несі бар. Енді бәрінің тамағын жуу керек, кірін жасау керек, үйту керек, бүйту керек. Ол баламен бүйтіп, уақыты жоқ. Үйде жүрген болса да балаға уақыт бөле алмайды. Мен келіндерді түсінемін бұл кезде. Өзіміздің де айналамызда жеңгелеріміз бар. Кухнядан ауыспайды. Кухнядан қонақ күтуден, үйде үлкендері бар үйлерде әсіресе қонақ жиі келеді ғой. Баласы қаралмай қалып жатады. Бірақ сонда да ол әйелдің керемет әйел деген атақ алуы екіталай. Иә, енді осы тұрғыдан енді қасындағы әйел адамның жары теңі, жаңағы күйеуі. Ол кезде бұл енді общий отбасы деген общий проект қой. Осы проекттің өрге жүзу үшін, ішіндегі балаларыңыздың жаңағы сауатты, бақытты, сауатты, білімді, дұрыс дамыған болу үшін сол жобаға бірге атсалысу керек. Мысалы, қазір сол кісілер, ер азаматтар бизнес ашсыншы бір партнермен. Олар таңертең кешке сол жерде қона жатып жасайды, өйткені оған ақша береді да. Олар табыс табады. Ал бірақ баланы туа салады да тастап кетеді, жүре береді. Неге дәл сондай қылып уақыт бөлмейді? Аптасына осы уақытта мен осыншама уақыт бөлуім керек балаға деп. Сосын келесі нәрсені айтайыншы, осы жерде бір қызық нәрсе бар тағы да. Негізі біздер қыздар дей бердік қой, бір 5 жыл көлемінде ма, әйел энергиясы, әйел. Негізі қыздар дамып кетті. Қазақ қоғамының қыздары біршама дамыған. Көздері ашық, әйтеуір 2-3 қате болсын, дұрыс болсын, бір тренингтен өткен, сабақ оқыған сондай қыздар, иә. Осы жерде Қарақат әбден айтты, жақында ғана біздің президенттік үміткер, ол кісі айтты, қыз балаларға шетел азаматынан күйеуге шықса салық төлеу керек деді, міндетті деді. Бірақ ойлап қарасаң, дамыған адам өзі секілді дамыған адамды қалайды қасында. Сосын да ол мысалы шетел азаматына тұрмысқа шығуы мүмкін. Ол саған айтып тұрса, мен сені үй тірлігіне көмектесем, мен сені қолдаймын, екеуміз барлық жерде теңбіз, сенің ойыңмен санасам деп тұрған адамды ма әлде мүлдем сен қатынсың, сенің орның кухняда,
сен мен ақша табамын саған тамаққа бөліп беремін дейтін ер адам да қайсысын таңдайды мысалы. Сондықтан да бұл жерде шетел азаматтарының ішінде де мен ойлаймын барлығы деп бірақ енді менталитетте ондай қалыптасып кеткендері бар. Иә, енді біздің қазақтың да жігіттерінің ішінде современный қазақтар бар, который түсінетін, бөлісетін жастар. Мен өзімнің нелерімді айтамын да, замандастарымды, достарымды білем. Бірге араласады, бірге жүре береді. Оларға ол жаңағы подкаблук болып кеттім не деген емес. Жоқ, ол ашылық қой. Бірақ көпшілік бар да бұл жақта. Иә, енді ол сол көпшілікті бұрынғы көзқараспен қалып жай ғана кеткендер. дамыту керек деген келеді да. Қазір қыздарға емес, әйелге емес, ер адамдарға дамыту дамытатын ештеңе жоқ қой. Сондай енді қоғамда сондай адамдар пайда болу керек. Қазіргі таңда біздер сол ер азаматтарға арналған курстар өткізгіміз келеді, сабақтар өткізіп басын қосып, заман талабына сай өзгергендердің көзқарастарын, әйелдеріне қолдау білдіруді, бәрін әйел адамға жүктеп қойғанды дұрыс емес қой. Бала тәрбиесі жөнінде, балалардың жаңағы әр уақытта өзінің нені дамыту керек, соның барлығын көрсетіп. Жаңа шетелдік демекші, осы шетелде бірге оқыған араб досым бар мен. Сол маған жақында не жіберді, анау Fly Lady, Marie Kondo деген үй жинайтын не бойынша оқытатын бар ғой, методикалар. Естулеріңіз бар ма? Соның электронный кітабын сатып алған екен, маған жіберіпті. Мынау күшті екен, қараш жаңағыдай, осы мен үйді жинап жүрмін деп. Техника ғой, иә? Үй жинайтын. Иә. Жаңа үйді қалай жинау керек, қалай сортировать ету керек, организация, хранение деген ғой. Сонда мен таңғалып қалғанмын. Сосын сөйлесіп жатқан кезде ол айтады да, не істеп жатсың, сен кір жуып жатырмын деп сол айтады. Стиралкаға кірлерді загрузил деп. Сосын деп ойлап қоймын, әйелің қайда десем, ол жаңағы бала қарап жатыр дейді. Нормально, бала қарап жатқан кезде ол бөліп алды. Немесе ол бала қарайды да, ол әйел істейді. Даже сол мысалға дін қазір біреуге ой келуі мүмкін, қараңдаршы, арабтардың өздері оказывается әйеліне көмектеседі екен деп. Намаз оқитын. Ал біздікілер мысалға бізге етене кіріп кеткен исламның өзінде, діннің өзінде керісінше жарына көмектесу сүннет деп айтып жатады да. Бірақ ол нәрсені біздің манағы кішкене көзі ашық емес адамдар оны аттап кетіп жатады. Ал мана шетелдік азаматтар күйеуге тиюге қатысты біздегі өзімізге белгілі филолог Назгүл Қожабекханның кешегі жазбасы еске түсіп отыр. Ол кісі айтады, егер де шетелдік азаматқа күйеуге шыққан қыздарға салық салу керек болса, онда қазақ азаматтарын күтіп жалғыз қалған қазақ қыздарына жәрдемақы төлесін дейді. Сондай бір теңдік болу керек шығар, ететін болсақ. Біз енді сәл-пәл қорытындылайық. Мадин, не ойлайсың? Мен ойлаған, қазір жаңағы современный ер адамдар көбейіп баратыр да, мысалы, әлі ашылық, бірақ бар, бірақ олардың істері қазір тоже уже кішкене дұрыс емес, олар ойлайды, что біздер қазір үйдің ішінде тамақты бірге жасап атсақ, балдарды бірге қарап атсақ, ол мен еркек ретінде мен күштімін деп, мен жақсымын деп гордятся, мақтанады сонымен. Себебі олар ойлайды, мен күшті күйеумін, күшті әкемін, мен әйеліме көмектесіп жатырмын. Қалғандары там соғады, көмектеспейді, мен әйеліме көмектесем деп өз-өзін мақтанып солай көрінеді. Бірақ проблема оның басында и сол қоғам пікірінде, что ол сондай еркектер, ол көмектеспейді, ол өзінің рөлін атқарады. Ол сенің баланы туылды ма, сен ол міндетін оған әке болуға. Сен оған әке болып, әйеліңе көмектесіп жатырған жоқсың. Сен өзің әке болып жатсың. Немесе сен кухняны жинап жатсаң, ол сен әйелге көмектескен емес, ол сен өзінің тамақ жеп жатырған жерін. Сен үйдің тазаладың ба, содан кейін мақтанып шығады. Мен дейтін, сондай күшті күйеуім. Одолжение жасамасын деген сияқты ойды айтқыңыз келіп тұр. У нас қазір қоғамда сол новый тренд қазір болып жатыр. Күшті папалар, күшті күйеулер бәрін бірігіп жасайды. И қоғам оларды былай қайтадан еркектерді аспанға көтеріп, қандай сен күшті папасына қалай көмектесесің деп та, мысалы. Сама проблема сол сөздің ішінде көмектесу деп.
ол сен бірігіп жасау деп айту керек иә па? ол екеуің жаңағы теңсіңдер бір крышаның астында өмір Иә, оны сүріп айтқан жатсыңдар. ғой, отбасы деген бір проект. Иә, Бір екі отбасы бір адам. проект. Иә, осы жерде мен бір нәрсе қосқым келеді, ол осы жақында сіздерге эфир съемка алдында айтқан едім ғой, феминизм деген кезде осы жақында менен сұрады, бұл дегенің ЛГБТ ма деп. Біз бұған дейін де айттық қой, дегенмен бұл феминизм деген сол әйелдің құқығы, әйелді ұрмау, жалпы гендерлік теңдік, барлығы соның барлығын қамтитынын тағы бір мәрте айтып өткім келеді. Және бүгінгі тақырыптан түйгенімізді бір-екі ауыз сөзбен аяқтасақ. Ашық-шашық киінген адам жаман адам емес, жабық киінген адам ол бәрінен де таза, бәрінен де барлық қылмыстан, қауіптен қорғалған адам деген сөз емес. Сондықтан да әркімнің өзінің ортасы бар. Манағы офистік ортада дресс-кодымыз бар, мәдени орталарда өзіміздің дресс-кодымыз бар. Сіздер құжатқа немесе басқа жерге түсу үшін біздер тағы да өзінің белгілі бір ережелері бар. Соларға сай қоғамдық нормадан тыс кетпей, және де сондай бір жағдай болып қалған кезде қылмыс сияқты немесе басқа да жағдайларда тек сырт келбетке қарап қана шешім шығармай, түсіністікпен қарау керек, біз кейін сондай бір стандарттардан ада болайық деп айтқым келеді. Барлық жауапкершілікті әйел адамның мойнына іліп қоюдан аулақ болайық. Қосылам бәріне де. Одолжение жасамаңдар да. Мен ойлаймын, әйел ер адамға манипуляция жасауға міндетті емес. Ер адам да әйел сияқты адам. Оған жай сөзбен айтсаң, түсіндірсең, алдамай ақ оған түсіндіруге болады. Және екінші нәрсе, ол ер адамдарға да сол көпшілікке деп айтайықшы, оқитын, ізденетін кез келген сияқты. Мен еще қос жерім келеді, жаңа айтып жатқан женский коучтар көбейіп кетті, жаңа по развитию женственности деп, сол мен түсінбейтін, сол жаңа коучтар түсінбейтін. Азайсын десе. Сен уже өмірге келгенде уже әйел адам болып туылдың, болды, басқа дым жасамайсың, әйел адам болу үшін дым жасамайсың. Сен уже оны дәлелдеу қажет емес. Сен әйел екен, қандай әйел екен дәлелдеу керек емес. Туылдың, әйел болды. Сен сол өзінің атағын әйел екен. Оны курсқа барып, мен одан да жақсы әйел болып, или настоящий әйел болып, нағыз әйел болып тренинг сатып алу керек емес. Сен уже әйелсің, дым істемей ақ қой, нәзік болып, или күйеуіңді манипулировать етіп, и так далее. Киімің сенің тоже көйлек кигеннен, и так далее, шашыны ұзартып, не істесең де ол сені нағыз әйел істемейді. Сен туылғаның әйел, сол саған жеткілікті дейсіз. Жеткілікті, иә. Рахмет онда. Келгендеріңізге Гүлфия ханымға ерекше алғыс айтқым келеді. Көп рахмет. Рахмет шақырғандарыңызға. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.